99-дың қасында бірге түсірдік, көп сөйлемейін деп, жалпы мынаған бөлек обзорда қалап тұрмын достар. Ендеше қолдаңыздар, лайк басыңыздар. Бұл біздің Әмір ағаның кезінде жинаған жақсы көретін 13-і. Бұл 13-тің жиналғанына уже 2 жылдан астам уақыт өтіп кетті. Осы күйі гаражда тұрады. Алда уақытта ағамыздың біраз көліктері бар. Таң қалдыратын, қызықтыратын, соның барлығын жеке-жеке көрсететін боламыз. Крышасын полный блэк қылып қарадан бояған, боковой зеркаласы көріп тұрғандарыңыздай электронный, гранта стильде, бұған бір нәрсе жетпей тұрген BMW стильдегі крышка ғана. Ал титанксы, ағамыздың жақсы көретін титанксы, дөңгелектің өзі біраз жүріс беріп қойғанын көрсетіп тұр. Астында ішінде не бар екен көрсетейік. Мінекей брезговигімен тұр, ешқандай жері сырылмаған, енді дискілерде кішкене бар, енді 2-3 жыл жүріп берген екен айтуға болады ғой. Алды тормозной диск спорт, ішкі дискісі задний. Қараңыздар, қандай суппорттарымен тұрған. Тормозды басқан кезде бүйтіп, немесе бүйтіп оң жақпен бүйтіп тоқтамайды, резко былайынан тоқтайды, как гелин сияқты қойықта. Артында қызықтың біразы бар, спойлері бар артында, және де өзгеше. Қараған кезде кәдімгідей любой 013 деген номеріне сай тұрған стопы бар екен ғой деп айталатындай қылып стоп сақ қойған екен. Багаж құлыпталып тұр, ашып та көрсетемін. Бампер сырылып, бір жер жырылып тұрған жоқ. Бұл бамперге еші керек десең пленка көріп қойған ғой достар. Мына жерлері анандай мынандай болмасын деп, мінекей пленканың қалай тұрғанына дейін көрініп тұр мына жерде. Былайынан пленканы четкий қылып ұрып қойған. Жалпы салонына кірейік енді. Мына стеклосы қазір сіздерге көрінбей, білінбей тұруы мүмкін. Бұл стекло, бор стеклосы, мына жерде жазылып тұр. Сәл темный лау болып тұрады. 2.16-лық қана қойылған, артында сабы бар, оны да қазір көрсетеміз. 2.16-лық кезінде шыққан кезде прайдтары хит қылған осы машиналар десек те болады. Ал сидениясын айтсақ, сидениясы таза Recaro, былайынан қапталынған, четкий болып тұр мінекей. Ішін қазір көрсетеміз. Поликтерін сол кезде салған, қараңыздар. Полик енді біздің неге келіп жатқан кезде осыдан 2 жыл бұрын Ева Полик деген хит болған. Мінекей Ева Поликтер бәрі мақтап жіберген емес, кәдімгідей мына машина адамға эмоция сыйлап тұрды. Қараған кезде әр нәрсесін детально айтқың келіп, сөйлегің келіп, ал оның бәрін асықпай, әдемілеп, мәнерлеп сөйлейін дегенше күнде батып келе жатыр. Назарларыңызға осы 13-ті көрсетіп үлгерсем деген ниетпен, мінекей есігіндегісін карбоновый қылып қаптап істелінген, мына жерінде есіктерінде карбоновый. Бұл 13-тікіндей есік тек қана лимузинде ғана бар деп жыртылсақ та болатын шығар. Жалпы айтқан кезде, мінекей мына жерде тұрған консолін қараңыздар, карбонмен істеген, сыртын глянц қылып бояған, үстіндегі панель ешқандай жыртықсыз, жарылмаған, күннің астында бір жерде қалып кетпеген. Еще мынаның рулі кезінде хит болып жатқан, ең алғашқы Kia рульдерінің өзін осыған салып қойған. Сол кезде бұның щиток приборын енді айта алмаймын. Бағасы қазіргі бағасы 280-300 мың теңгедей тұрады. Қараңыздар, машинаның от алғанын, полный расходын, полный диагностикасын мына жерде прибор арқылы былайынан басқара аласың. Даже керек десең тринашканың суретін салып қоя аласың, көрсетесің. Және де Android'ты сол кезде хит болып жатқан кезде Android'ты алып мына жерге қойған. Push start. Енді сәл машинаны обзорға аламыз деген екен, гаражда тұрған кей көтергенде осында ұшып келген бауырымыз. Көңілден шығатын біраз нәрсесі бар деп айтсақ та болады. Мінекей оталдар кезде push startты баса саласын. Артында дауысы Stinger полный трасса қойылған. Қазір капотының астын көретін боламыз. Қанша жылқы жүргенде. Мінекей. Назарларыңызға 7 миллион теңге салынған 21-13. Рычагын айтсай, рычагын үстіне қолыңды қойсаң нормально болады, бір зарядтап қою керек. Мен өзім 14 мелестеп кетті ғой, мынаны қарап отырып, мінекей BMW стильдегі
КПП рычагы, рулі четкий, энергия беретін керемет руль, сиденьяларын айтып та көрсеттім. Багажы мен капотын ашайық. Ажара гүжу жолдан қаш деген мынандай керемет мынандай диодтары бар. Бұл машинаның ішінде, астында, жанында, алдында жол бермей қойсаң гыжық еткізеді. Сонымен кешір мені деп трассадан қашып кетесіздер ғой достар. Ойбай, абишумкін мамалатып тастапты. Капоты дерзкий, салмағы тура BMW-ның багажы сияқты. Ой, бәлә, кемшіліктері бар екен ғой, жыртылып атсам. Кемшіліктерін көрсетеміз. Келесіде может бұл тағы да өзгеріс болатын шығар. Бұл машиналардың кемшіліктерін үстіп айтпасаң, оға дейін егесі қарамайды ғой негізінде. Жалпы, көріп тұрғандарыңыздай 16 клапан, барлық нәрсесі жаңарған. Мынау виз деген көбінесе 56-лықтыр, көбінесе бұл газельдерде тұрады. Өйткені неге заслонка бұндай десеңіздер, бұның тартысы мықтырақ болу үшін, және де газды басқан кезде дауысты анық шығару үшін. Приора, Гранта, 14, Кобальт, Мобильт теңгемейді ғой баған. Ұйықтатады ғой. Жалпы кешірім сұраймын. Жалпы жарысуға Тринашканы шақырсаңыздар, комментарияға аямай жазыңыздар. Сіздер үшін шақыруға мүмкіндігінше тырысам, бірақ мен жарыс ұйымдастырушы емеспін. Мен ондай емеспін. Мынаның ішінде мен ыстықтап терлеп кеттім. Сіздерге көп сөйлеп, кондерін бірге тамашалайықшы. Үй деп салқындадым. Тринашкада кондері бар екен көрмеппін мен негізінде ше кеттік. Кондері ұрып тұр, мен вообще көрмеген ғой. Тринашка, девятка 99-да бір рет болсын кондер қосып. Шынымды айтайын, 14-ме қоям деп армандап 14-ті де ойнатылып кетті. Мінекей бір ароматымызды от душыйынан қыстырып бір жеріне әдемілеп қойып қояйық. Бір сыйлық. Бұл тек қана Алукарда от душыйынан ғана беріледі, болмаса от душыйынан ғана 2000 теңгеге сатылады. Обзор жасатам деген жігіттер болса, смело алдағы уақытта ароматтың дерзкийі болатын болады. Мінекей кондерін тамашаладық, рулін тамашаладық, салоны, сиденьялары, сырты, кузовы полный пленка ұрып тастаған. Бір мақтаныш қып айтуға да болады. Егерде сіздердің де осындай шын махаббаттарыңызды салып, жинаған көліктеріңіз болса, мүмкіндігінше обзор жасауға дайынбыз. Егерде басқа қаладан болса, жазып қойыңыздар. Қарағанды, Тараз деген сияқты бір жолымыз түсіп жатқанда міндетті түрде шоуды жасап кететін боламыз. Артында тұрған бір дәу қазаны бар екен, багажда орын бермей тұрған, соны бір көрсете кетейік. Багажында орын бермей тұрған 013 ТТП деп жарықтармен не болды көрсетіп тұрған корыбы. Қаншама адамның еңбегі бар. Осындай свет қылып жағайық, осындай корып жасайық. Ішіне мынандай саптың осы машинаны дірілдетеді, барынша динамиктің дауысын, мощностын күшейтеді, басты кеңейтеді деген сияқты қылып жасалынған. Бас деген ол менің басым емес. Бас деген мынаны ұрып тұрған ударнигінің мықтылығы да. Және де бұл машинаның багажы істемей қапты ғой десеңіздер, гаражда сіздердің машиналарыңыз 1-2 жыл, 5-6 ай тұратын болса, ашылмаса, жүрілмесе, хоть оның амортизаторы да, багаждың амортизаторы да жарамай қалу әбден мүмкін. Не істеу керек десеңіздер, маған беріп қойыңыздар, айдап тұрам. Осымен мен жасаған шолу 21:13-ке тәмам. Не істеу керек? Лайк басыңыздар, қоңырауды басып қойыңыздар. Алдағы уақытта қызықты шоулар болсын деңіздер. Кемшілікті, жақсылықты, қолдау пікірлеріңізді төменге қалдырыңыздар. Сағына асыға күтемін. Сәтті күндес бірге болайық.